аты естілгенде құлағың әлдебір тылсым дыбыстар құлағыңда күбірлеп, арқаға шапқандай дүбірлеп қоя беретін бір мекендер болады. Оның бірі мысалы арқаның алпыс саласы, ойыл-ғиыл жемсағыз дегенде де сондай үндер келеді. Ондай киелі пұшпақтардың даңқын әр заман сор өлкеге шексіз ғашық перзенттері әр заман кейінгі ұрпаққа аманаттап махаббатын, сағынышын, еңсеуін, аңсауын, аңсарын, көксеуін жеткізіп кетеді. Әрине ондай ұландардың дауысы ғасырлардан ғасырларға кетеді. Ондай ұландар Димаш дауыс ұсап, езіле бастаған, төлegi бастаған еңсеңді тіктеп, аласара бастаған аспаныңды биіктетіп жібереді. Міне сондай ғасырларға, әлгі Мұқағали айтқан ғасырлардан бірізін тыңдап тұрым деп. Сол ғасырлардан тыңдасаң, атырау Асан Қайғының дауысы естіледі. Ойыл көздің жаседі, ойылда жеңес құрмадың деп, әжемдер таңға маз айтқан. Тағы құлағыңды тоссаң, қарға бойлы Қазтуғанның дауысы естіледі. Еділде жайын екі су, ойыл-ғиыл жемсағыз, арқаның алпыс аңғырай. Ақшамбаны пірлердің мешітте жанған шамдарай, менің бүйтіп қозғалақтап жүргенім, аузы тұпты кәпірдің күшті болған салдарай. Кәпірден теңдік аларға қайтып келер деймісің мұсылманның баяғы, Шыңғыстан туған қандарай. Одан кейін кешегі желіп өткен бабалардың бөкеніне аңылжып естіледі. Ойыл-ғиыл жемсағыз қайнар қайда, өткір қылыш жүйрік ат жанда пайда кетті. Одан бері келемін оймауыттан ойған болып, беремін қызға сарқып тойған болып. Сен болсаң қызыл түлкі қызарма жат, тойайын қызығың асойған болып деп, кешегі қайқы тұрсындарды біліп болды. Одан бері кешегі сарбаз үнді сағилардың даусы жетеді. Көктемнің балғын кезегі әнші құс көкте ағылған, жемнің де жасыл өзегі көгілдір мұнар жамылған. Одан кейін кеше қиқара тежанның естіледі. Барсаң сәлем айта бармайған үйінде, бала болып тағы бір тайған үнде, анда-санда құлақсам сүрдебейсің жүрегінің түбінде қарғаныңды. Оралды да оралған, сол жүрегінің түбіндегі қалған үн, сол қасиетті топыраққа деген шексіз сағыныш шығар деп ойлаймын. Ал енді топырағын айттық. Қазақ бұрынғы қазақ айтады, бір жақсы адам туралы сөз болғанда. Ой, бұл бір сындыр ғой. Ой, бұл бір үзілмеген сындыр ғой. Ой, бұл бір алтын сындыр ғой деп. Ай, ол түпті қошқардың тұқымы ғой деп жатады. Мысалы қазақтың арғы бергі қарасаң кешегі ерлік заманы. Анау Қанжығалы Бөгенбайың болсын, Қаракерей Қабанбайың болсын, мынау жатқан Тамай Көкілі болсын, мынау Қаралы Бөгенбай болсын, мынау Бәсенұлы Көтібар болсын, оның ұлы Ересет болсын, айналасын бәрі түгел ерлер, түгел әулет ел болып келеді. Мынау Оралдың да ата бабасы сондай. Оның арғы Есенқұл бабасы, одан туған аңызға айналған Таутайлақпен алысқан, жезтырнаққа жабысқан, кешегі Әз-Тәукенің бастарлары болған Есекберген орыстың құжаттарынан табылды. Айтпақшы, Әз-Тәукенің әкесі Салқан Жәңгірдің бастарлары болған Баймұхаммедұлы Сабатай Баһадүр мынау Нұргүлдің 9-шы бабасы. Міне, одан туған Айтқұл, одан Атағозы, Бөгенбай мына Маңғыстауды Айладырдан азат етем деп жүріп беріп болған Жылгерді, Иман Намаз сияқты, Сақау Ата сияқты кірен ерлердің ұрпағы болды. Атағозы Айтқұлы кешегі Байбақты Сырыммен бірге, Назарлы Шотанмен бірге, Саржала Жанбайұлымен бірге, кеше осы біздің қазақтың 300 көтерілі 300 соғысы бар орысы. Оның ішіндегі Ресейдің топырағына кіріп тұрып, орысты шапқан соңғы батырлар еді. Міне, сол
Атағозының бір билік сөзі қалған бізге. Кеше өзінің бауыры Жантөрені қақталас-бақталастық үшін өлтірген Қаратайғанмен қарсы кездесіп қалады. Қаратайған өте ірі семіз адам екен. Атағозы қара ретінде аттан түсіп сәлем бермейді. Сол кезде соған ренжіген Қаратайған айтты дейді. Бойда орысты ойып жеп, қырда қазақты қиып жеп жүрсеңде, Адайдың Атағозысы шарпытпеген немекесі ғой деп айтты. Атағоз қайық ұзын адам екен дейді. Сол кезде Атағоздың беретін жауабы бар. Өлексіз жерде қарға семіреді, өлімді жерде молда семіреді, өлеңді жерде өгіз семіреді, тереңді жерде доңыз семіреді. Қаралысында қатын семіреді, қайғысыз қан семіреді, сен семірмей кім семіреді. Қазақтың бір тайын дұшпанға алдырмаймын деп, топтан турай шалдырмаймын деп, бір түнде 9 оялып 90 торғанам, қабырғамды қайғы, шеміршегімді шерге мінеді, мен анамай кімай. Сонда аттан түскен қой, Қаратайға. Айғын мойында. Ал енді сол Атағозының ұрпағы, кешегі Байсекір жыраудың немересі бұл. Кешегі ерлік дәурен жауға шабатын жоқ болғаннан кейін, бұл өнер болып шығып жатыр Оралдың бойына. Бұның енді дос жауыры Қанатпенен бауыржанды бұлар Астанаға қашып көшіп кетті. Енді жалғыз Талғатты қашанғы музыка. Сондықтан бүкіл ерлігі де, билігі де жүрегінен, тіліне қосып, тілінен, еліне қосып, жыр болып, ән болып сіздерді тербете берсін. Ойларыңызды